Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қалай дұрыс канал ашамыз және оның оформлениесін қалай жасаймыз, логотипін қалай қоямыз және атын дұрыс толтырып тегіларды қалай жазамыз, сол туралы айтқым келіп тұр. Яғни YouTube каналды сауатты дұрыстап ашу жолын сіздермен бөліскім келіп тұр. Видеоны аяғына шейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сіздерге видео ұнаса комментарий жазып кетуіңізді сұралады. Ендеше видеомызды бастайық. Бірінші Google-ға кіреміз. Google-ға кіргенде біз аккаунтпен кіреміз және бүгін аккаунт Анар деген аккаунт және мына жерде знак көрініп тұр. Енді мына жерде 9 нүктеден басқанда мына Google-дың не шығады, Google почта, Google-ға қатысты нәрсенің бәрі шығады. Енді біз мына YouTube басамыз. YouTube басқанда YouTube-ға кірдік. Енді каналды қалай ашамыз? Мына жердегі аны қоямыз ба? Былай. Мына жерде аккаунтты басамыз да. Басын басамыз. Міне мой канал деген бар, соны басамыз. Енді қарап отырсаңыздар, бұл канал бізде ашылды. Мына жерде добавить видео дейді. Мына жерден басып, видео сала берсек болады. Загрузить свои переведения. Басып, мына жерден видеомыз болса, соны сала беруге болады. Енді каналды бірінші біз дұрыстап әрлеуіміз керек. Яғни шапкасын, канал не туралы, яғни көрермен кіргенде бұл канал не туралы екен білу үшін біз бұл каналды дұрыстап сауатты толтыруымыз керек болады. Ол үшін жаңа кірдік. Енді мына жердегі настроить вид каналын басамыз. Және бізге творческий студияға кіреді. Сол кезде енді мына жерден басып толтырамыз. Көрсеңіздер, брендинг бар, бренд, яғни мына жерге логотип басып, логотипі мына жерде размеріне байланысты болу керек. Размер болмаса, мынау бізде қабылдамайды. Загрузить басамыз. Енді мына жерде сізде егер логотипімізді алдын ала дұрыстап аламыз, жасап аламыз алдын ала. Енді мына жерде мен бір сурет алып көрейін. Алам екен. Міне пиццаның суреті. Пицца емес, басқа нәрсе алып көрейін. Мына жердегі чикенді алып көрейін. Мына чикен сыймай қалды. Чикен былай істесек. Готовыны басайық. Мына бізде алынды чикен. Енді мына жерде баннер бар. Баннер. Біз жасаған жоқпыз, жасап көрсетемін. Және логотип бар. Біз логотипіміз болса, біз көрсетіп басамыз да, мысалы қайдан алдын ала дайындап аламыз бұның барлығын. Логотипті мысалы алып көрейін. Бастап, мен тамаққа қатысты канал ашып жатырмын, сондықтан осында бастап көрдім. Енді біздің баннер қалып, біз оны басқа неден жасайтын боламыз. Басқа сайт жасап аламыз қазір. Енді основной сведениеге, мысалы, дәмді ас деп ашайын. Тамақ несі болсын. Тамақ канал болсын. Дәмді ас деп ашып қойын. Енді мына жерде псевдоним тұр. Мына жерде дәмді ас деп алам екен. Дәмді ас. Енді жоқ, алмай тұрып, сонда қалай жүрсін. Food деп алып көрейік. Недоступен дейді. Food. Delicious респект. Енді мына жерге канал не туралы. Енді мен қалаша басайын. Так, бұл каналда дәмді әрі тез дайындалатын ас түрлерін көре аласыздар деп жазайын. Көре аласыздар. Енді өшіріп жаза беріп болады. Мына жерде 1000 символ деп тұр. Сондықтан өздеріңіз жаза беруіңізге болады тағы. Мына жерде енді мынау деген каналдың, осы каналдың ссылкасы. Несі? Яғни басқадан да таратуға болатын тізбегі де айтыңыздар болады. Мына жерде электронная почта. Так, электронная почта Анар деп. Осыны жазып берейік.
Енді мына жерде опубликовать деп басамыз. Сондықтан біз сонда біздің неміз мына каналымыз жасап жатқан жаңа барлық заттарымыз түседі. Мына жерде барлығы бізге түсетін болады. Енді мына жерде обновление болады, қазір сонда мына көрінетін болады. Енді бізге мына баннер керек оформление жасағанда. Енді осыны мен жасап көрсетемін. Ол үшін біз Google кіресіздер, Google кіресіздер, крылоны жазасыз, крыло деп. И мына бірінші тұрған Vistaprint деп тұр ғой, соған басасыздар. Vistaprint деп тұр, соны басамыз. Және мына бізді ашылды. Енді қарасаңыздар, мына жерде шаблонда бар. Настройка расымен өзіміз жасап алсақ, енді мына жерде превью YouTube деп тұр, оформление YouTube деп. Енді астына қарасаңыздар, екеуінің несі екі түрлі. Размері екі түрлі, яғни превьюмен жасап оформление қоя алмайсыздар. Превьюдің басқа размері, оформление басқа, оформление более үлкен. Енді осыны біз превью басамыз. Превью емес, оформление басамыз, кешіріңіздер. Оформление бастық, енді бізге шаблон шығарып береді. Көрсеңіздер, өте әдемі. Енді мына жерде пиццаны бүйтіп, мына ұстап бүйтіп өзгертсе болады. Енді мына жерге мен дәмді ас деп жаздым деп тұр. Біздің каналымыздың аты дәмді ас. Сондықтан мен өшіріп тастаймын да, дәмді. Так, жанынан тартсаңыздар. Енді үстіне басаңыз шрифтінің көбі бар. Шрифті тұр. Мына жердегі 119 деп тұрса, үлкейтуге де болады. Ас дегенде. Так, былай да істеуге болады. Дәмді ас деп жазайық. Енді мына жерде несін фон өшіріп тастап басқа фон әкелуге болады. Мына жерде мына басқаны үстіне редактор изображение бассаңыздар, басқа түстіге болады. Мынандай түс бар, мынандай түс бар, яркий түс бар, мынандай түс бар. Қарасаңыздар, өте әдемі. Так, мына түсті таңдап көптімін. Енді болды, осыны сағайтеміз. Енді мына жерде экспортировать басамыз. Және сағайтеміз. Скачать еткенде біз мынаны басамыз. Так, мынаны басқанда JPG істемейміз. Тек қана PNG істейміз. Без фонын таңдамаймыз. Без фон болса, астына фоны тұқат. Так, мына таңдаймыз. PNG-ның өзін таңдаймыз. Так, және оригинал деп шықты. И мына жерде скачать деген бар. Соны басамыз. Скачать деп тұр. Соны басып, дизайнын сақтап алатын боламыз. Бұл бізде загрузкаға түседі. Компьютердің загрузкаға түседі. Қазір соны түсті. Алып жатыр, кішкене көрейік. Так, оған шейін біз набырамыз. Так. Міне, бізде мынау жүріп жатыр. Жүріп жатыр. Так, загрузка болғанша мына жерде контент деген бар. Бізде әлі контент жоқ. Егер видео салсаңыз, мына үстіне салады деп басасыз да, видео саласыз. Сосын барып түскені қарау үшін мына контентті бассаңыз шығып тұрады өзі. Қанша просмотр болды, қанша не болды, сонда көрсетіп тұрады. Және бізде аналитикаға қарау болады. Және коммент аналитика, неше видео салсаңыз кім қарады, содан қарайсыздар. Комментарий жазғанда шығып тұрады. Субтитр қолмен жазуға болады, немесе видеомен жасауға болады. Авторский праваны мына жерде, егер сіз басқа бір видео алсаңыз, мына жерде авторский права келіп тұрады. Монетизация, мына жерде сіздерге монетизация қосу үшін сіздерге 1000 подписчик және 4000 сағат жинау керек. Осының барлығы немесе шортстан 90 күнде 10 миллион просмотр жасаңыз, сізге монетизация қосып береді. Сол туралы мынау настройка каналы жаңағы айтқаным, және фонотека дегеніміз бұл ютубтың өзіне алынатын музыка. Мынаны басасыздар, мысалы музыка алған кезде. Мынаны істеп тыңдап, егер ұнаса, так, егер ұнаса, мына жерде былай көрінбейді шығар, мышканы апарсаңыз, ең соңына дата давление апарсаңыз, сонда скачать деп тұрады. Соны басасыздар да ноутбукқа істеп загрузкаға.
толтырдық. Достар, егер мен жасаған видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, менің каналымды басқа таратуын сұрай алады. Және маған комментарий жазып кетіңіздер. Егер тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып қалдыруға болады. Мен қарап, сол күнше сіздерге пайдалы ақпарат түсіретін боламын.